Қарағыз әлі кім бұл? Қышқы ұйқыдан соң, қыш шыққаннан соң, нихаят, мен бик бәхетле болып, сезон ашарға жиынам. Былтыр шылайық апрель тирелерінде болған еді сезон ашылышы. Бұл міне соңырақ болды, чүнки шалығы қайтылды, Стамбулға барылды. Күннер жылы тұрса да, барыбір мүмкіндік болмады. Қазір күндізгі стационарға барам. Біздің қарай шықмай тұра. Біздің түп проблема білесіз бі нәрседе. Мен 9-шы қатта тұрам. Ике лифтта пассажирский. Бұл велосипедні бір тегермешке бастырасы бола. Қазір ашылмасын үшін ойығыла. Bir tekermeşke bastırdım. Mene тұра. Күзгілерге тимеді. Қазір бір жайын табарға керек. Бәлки бірінші қатта мен аны қалдыра тұрған болармын. Басып тұрамыз. Биттар. Шықтық. Қолларына қап-қара болды. Инмелі үстімде сап-сары футболка, сап-сары носки. Киім шыранмады бұғай. Міне қойда қалдырырға дегеннен, міне шушында пандустар бар. Әлі пандустар. Көп қатты йұрттарда қалдыралар бет. Бірінші қатта коляскаларына. Міне шуңа күрі исәп, міне бұй нәмерсе 2 ай тұрайынды. Қалдырғанларды бірерсіне керек болыр деп. Ләкин алушы yok. Міне мұнда да тұрбалар бар. Шушы бірер тұрбаға бейлеп қойырға исәп. Diğerlerde bilemem. Mene sizin yurtlarınızda şulay koyuyorlar mı beyler? Ya velosiped, nervıға тия mi yok mu? Birerse, mene ergide bayağı kişi nerse eytir. Eytüşü bulur mu ki mındani kaldırdım deyip. Kararımız işlerge kirek. İşlemişe eytir mi yok mu deyip oylab oturudan bir nerse özgermeyin. İşlerge kirek. Eytseler, oylarımız eytmeseler dursun. Varam elimi velosipedda. Bugün әлі кімдір yazған еді. Конкурс бар абет. Мәскәүнің қайсы орнын көрерге тілер едіңіз, яйса сіздің Мәскәудегі яратқан орныңыз әлі бүгін гіне келді. Комментарий ботаника бақшасын көресі келеді. Міне ол ботаника бақшасы. Ботаника бақшасына жеу барасы менен бір 10 минут. Міне оның нейінде қапқалар түгі құймалары. Hem бұл иксіз шиксіз. Мұнда бет дүнияның түрлі өсімліктері, ағашлары бірге жиылған. Мұнда оранжереялар бар, теплицалар бар. Ләкин бір минус. Мұнда ут жоқ кеш білен. Hem кіші қараңғыда үйрі көз алдына кетіресің. Бірсінде мен де велосипед білен кірген едім. Күшке телефондағы фонарь білен шықтым. Әне алда тұрпайып тұрушы бір мотор қайны көресіз ме? Мұнда тұрпайып тұру шәйбірлері шақты енді, ләкин әнәтігі ең ұзыны ол Останкино манарасы. Көпме қорасам да қорап тоймем. Идел бойы қайынарына бағышланған жер. Ләкин мен Останкино манарасына шын мәғанасында ғашық. Мен бет аңа барып репортажда түшірген, ішінен де, тышынан да әйленіп тұрған ресторанында да ошағанайым. Только қатырлайсыз ме? Аннан соң ошағаннан соң ішім кетті. Әлі ол Останкино репортажын көрсетірге керек, чүнки мен аны эшләгән вакытта әле язылышчылар әз иде. Хәзер яңа язылышчыларын бәлки күргәндә юктыр. Шуңа күрә каватлап күрсәтермен, яме? Таныш булыгыз. Мин һәм Матуркай. Матуркайның исеме Останкинская башня, Останкино манарасы. Матурмы? Миңа бик ошый. 40 минут дегенде келіп жеттім. Мая шушынды матур йорт. Менің күндізгі стационар орнашқан мана шушында. Шушы бинада. Бір келген еменде күз күні. Һәм велосипед білен келген ұшырақта. Мұнда домның мұнда перила деп атала. Һәм міне шушында ғадетті бейлеп қоям мұндай замоклы юзаққа. Әлі бірсіне ол мені ашылмағаны қойдыр барғаным. Бик қаты нешіктер тортқалағаннан соң ғана ашылды. Бұйыл міне қарарыз кереленер мекен, жоқ мекен бұл юзақ. Болғанский болды бұл. Мұның сонларын махсус бұтап қойдым. Кіші
кеше белмәсен өчен. Ярата, бу бина урнашкан проспект Мирада. А проспект Мира ул шул кадәр киң проспект, мондагы йортлар да бик матур. Карагыз, инде арка. Бик матур арка, шалла да бар аркалар эме, ләкин алар мондагы шикелле матур түгел. Карагыз, кеше юк. Бу буш. Процедурный кабинет. Шықтым. 45 минут өтті. 45 минут дегенде ясадылар капельница, ясадылар қан тамырына бір укол. Ләкин бір йомшак жерге кадый торган уколны бу юлы ясатмадым, чөнки узганында җомга көнне мен ни өчен нәкъ менә әнинең туган көнендә кайтып китәргә тиеш булдым. Пәнҗешәмбе көне, чөнки җомга көне минем көндезге стационар башланырга тиеш иде. Һәм шуның аркасында миңа бер укол ясадылар, ләкин әйттеләр, ул йоклатачак дип. Һәм дөрестән мин көне буе аңгы мингә булдым. Хәзер менә медсестра әйтә, көндезге стационарда ул уколны үзең белән биреп җибәрә икән, һәм мин өйдә йоклар алдыннан аны ясата алам. Ниндирәк максат белән әлеге көндезге стационарга йөрим дисәгез, миндә җәмәгать псориаз. Бу авыру бу юктырган дип инде. Ул йогышлы авыру түгел, ул аутоиммунное заболевание. Ул дәваланмый, ләкин ремиссия дигән әйбер бар. Менә карагыз. Барам велосипед янына. Ремиссия ул нәрсә дигән аңлата, авыруны йоклатырга, ягъни туктатырга була. Аның бүтән признаклары юкка чыга, йокыга тола. Һәм шуннан соң менә бу псориазның яз көне уяна торган гадәте бар. Һәм менә миндә дә берничә ай буе эләгергә маташкан идем, ләкин чират бик зур дигәннәр иде. Ләкин менә мин бүген кирдем палатага, 3 палата. Миннән башка бер кеше юк иде. Белмим нинди чират булгандыр. Менә шуның өчен мин процедуралар алырга киләм дә инде. Кодлы замокның хәзер җыябыз саннарын. Ачабыз һәм кайтабыз өйгә.